Армысыз достар, мен бүгін айтатын нәрсем 20 жасар Арман өзінің көрші әйелмен от души қатты ыңқылдасып берісті. Сол туралы айтатын боламын. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сіздер айтып жатқан шығарсыздар, өтірік ойдан құрастырып жатыр деп. Бұндай жағдайлар көптеп болып жатыр. Құдай сақтасын, енді айтып жатқаным сендерге. Сол үшін де сіздер өтірік, анау мынау деп айта бермей тыңдап отырыңыздар. Осындай жағдайларға түсіп қалмау үшін, бұндай жағдайлардан аулақ болу үшін сіздер бұндайдан аулақ болыңыздар. Ендеше кеттік. 20 жасар Арман Алматы қаласында заправщик болып жұмыс жасайды. Әдеттегідей ол үйі жоқ болғандықтан квартирада тұрады. Квартирада балдармен тұрады. Сосын көрші әйел бар еді, жасы 40-та. Ол үнемі квартираға келіп, зарядка сұрайды, біресе ручка сұрайды, біресе спичка сұрайды деген сияқты. Что-то бір өтірік нәрселерді сұрай беретін еді. Балдар барын беріп, сөйтсе бұл Арманға көзі түсіп жүрген. Неге деген кезде Арманы бойы ұзын, түрі кескен. Былай айтқанда әлпеті нормальный жігіт еді. Шашы да нормальный деген сияқты. Әлгі 35 жастағы ма, 40 жастағы ма, сол аралықтағы әйел қазақ емес еді, орысша сөйлейтін әйел. Сөйтіп келіп Арманға көзі түсіп, былай жүреді. Бір күні Арманды үйіне шақырып алады. Үйіне кірсе, ананы істе, мынаны істе, пәлен қылып жүр, көмектесіп жүр деп көмек сұрайды. Ақшаңды берем, мына сосын что-то Арманды жібергісі келмейді. Ананы істе, мынаны істе. Сосын бір кезде спальниге жақарай алып келе жатыр. Спальниде ана мына деп спальниді көтеріп қалған кезде резиновый сайман тауып алады үйінен. Салбырап атқан дәп резиновый кәдімгі. Резиновый тұрын. Сайман тауып алады, шошып кетеді Арман. Осы не істеп күледі бір жағынан. Ана әйел келіп, сары шашты көк көзді әйел күліп қойып, бұл менің ойыншығым ғой, ана мына деп. Қайтем енді жалғыз тұрам. Күнген еркекті үйге кіргізе беруге қорқамыз деп кәдімгідей ашық айтады. Арман мына жерде қалтырап, дірілдеп, ойбай деп ондай нәрсені естіп көрмеген. Қатты қорқып, ойбай тәте деп не айтарым, кешірім сұрап қояды. Сосын әлгі әйел айтады, Люда есімі. Ой Арман, неге сен оған не қылып жатсың? Әркімнің өзінің өмірі бар. Сіздерде осындай, сіздерде анандай деген сияқты. Әркімнің жеке өмірі, қалаған нәрсесін жасайды деген сияқты. Арман жарайды, онда мен үйге қайта берейін деп үйіне қарай көрші бөлмеге, яғни көрші үйге кіріп кетеді. Үйге келіп алып Арман ойланып жатады, ары жатады, бері жатады. Жаңа резиновый саймана көз алдынан кетпейді. Ойыншық резиновый сайман. Былай жатады, не істерін білмейді. Әбден өзінің сайманында оянып кетеді. Еще жаңағы Люда әйел резиновый сайманды алып ары бері қолмен ұстап көз түскен еді кімнің қолына. Өте осы кайф береді, ана мынау деп айтады көзіне. Анаған Арман көз алдына елестетеді. Шыдамай кетеді. Түнгі 12 болған кезде балдардың бәрі әрқайсысы әр жерде ұйықтайды, біреулері телефон шұқылайды деген сияқты. Өтіптен бәрі ұйықтағандай болғаннан кейін бірде Арман шығып кетеді, далаға барады да есігін қағады көршінің. Подъезге барып көршінің қағады. Сөйтсе Тамара терезеден қарайды. Қараса Арман екен. Есікті ашады, жатам, Арман неге келдің дейді. Не болды дейді. Сол әңгімелесіп отырсам ба деп едім, балдардың бәрі ұйықтап қалды дейді. Енді намек тастап тұрды Арман. Сөйтсе Люда, конечно, кел отыр, там бірге отырайық, чай ішейік, жалғыздықтан как раз телефон шықлап отқан мынау дейді. Сөйтеді, екеуі бірге кіреді, чай ішеді, ары сөйлейді, бері сөйлейді. Сосын бір кезде Люда тәте айтады, жүр, спальниге барайық, массаж жаса дейді. Спальниге барады, массаж жасайды, үйтеді, бүйтеді. Арман қайтып бастарын білмейді. Сөйтіп екеуі отырған кезде Арман қалтасынан резинканы шығарады, міне деп. Ана елде шығарады резинка, екеуі бірдей шығарып қалады ғой. Екеуі жабыса кетеді ана жерде, кәдімгідей құтырып, ары бері аунап, төсекте аунап, ары тартып, бері тартып. Бір кезде Арманға айтады, жаңағы Люда, тіліңмен жаса дейді. Арман шошып, ойбай тілмен жасай алмаймын деп қорқып. Сосын бір кезде жаса дейді, болмаса қазір қуып жіберем дейді. Арманның сайманы тұрып кеткен. Сөйтеді, жаңағы Арманның несі мүшесін аузына алады Люда. Аузына алғаннан кейін, тұрғаннан кейін, кайфы қатты келгеннен кейін Люданкінде Арман аузына алады дегенде бір-бірімен сөйтіп 69 позаны жасап, бір-біріне бітіріп отырған жерде, бір-бірінің аузына ағызып дегенде сөйтіп кәдімгідей ана жерде андай кинолар болады ғой, конкретно сондай оқиға болады ғой. Сөйтіп 2 сағат бойы ракым үстінен жан-жақты әртүрлі позада пытырлатады екен. Тырылдатады Арман Люданы. Люда Риза
ары шабады, бері шабады, былай шабады, кухняда береді, гостиныйда береді, спальныйда береді, жан жақта балконға қойып тұрып береді, жан жағына кезінде арман от души береді ғой ана жерде. Сөйтіп таң атқанша перісіп, таңғы 6-7-ге жақындаған кезде балдар тұрады ау деген кезде жуынып шайынып келіп өтіріктің төсегіне жата қалады. Сөйтіп балдар тұрады, тұрғаннан кейін арман да жұмысына кетеді. Жұмысына барып келген кезде түнгі сағат 10-дарға таман жігіттер кеттім, роднойларға барып кеттің класстастарға дейді. Балдар жиналып, давай деп кетіп қалады. Жаймен есті шығады, ешкім қарап тұрған жоқ па дейді, көрші есікке кіріп кетеді бәлесін. Тағы басталады, ой, таңға шейін ары бері періс меріс итеріс метеріс бәрін тығадан жерге от души. Таңға жақындайды, келеді, ұйықтап қалады тағы. Сөйтіп қайталана береді. Бір күн дос баласы Беко деген дос баласы болады. Дос баласы Беко аңдып қалады. Сосын бәрі балдар аңдағанда білмейді басында. Беко айтады, мына көрші тәтең Люда жақтан түнімен аңқылдасып, шиқылдасып, мұңқылдасып, бір күйеу тапты ғой деймін, бір жігіт тапты ғой деймін деп қояды. Бұл қалай болды екен деп. Өзі дерске әйел, оны періп жүрген рахат шығар, адамда арман жоқ шығар еді, қасында арман демей отыра береді. Бір біздерді персек деп қояды. Біреу қалсын айтты, кіріп кетпедің ба, көрші деп сұрап былай деп. Арман бәрін біліп отырды, ой деп қойып, мен ғой деп айтайын десең қайсызданады жаңағыдай. Сосын бір кезде арман шыққан кезде жаңағы кім Беко білген екен де, сол арманы кетіп қалып келіп жүрген. Жөті достарыма барам, анауыма барам, көбейіп кетті деп. Жайлап бір күні сағат 1 болған кезде арман төсектен тұрып кетіп бара жатса, Беко артынан аңдиды, жаймен газоктан қарай шыққаннан кейін. Сөйтсе оң жаққа кетіп қалады. Шиқатып ар жаққа кіреді. Сөйтіп стенаға құлағын қойып Беко тыңдап отырса, түнімен шиқыл-миқыл кетіп жатыр екен. Шиқ деп диван шиқылдайды, анау аңқылдайды. Сосын бір кезде шиқылдаған тоқтағаннан кейін терезеге глазокқа үңіліп қараса, Беко үңіліп қараса жаңағы арман келе жатыр тағы. Риза, довольно. Сөйтеді Беко өтірік ұйықтап жатқан болады. Че-там ұйықтап жатқан кезінде жаңағы арман келіп жатса, Беко келіп айтады арманға ше. Че-там Ареке, бізге де бір қалдырмадың ба? Бізде де бір айтпадың ба? Бізде бір барайық десе, арман қайда, не нәрсе, не айтып жатсың? Қой, мен ана үйттім, қой дейді. Людаға барып жүрсің ғой сен дейді. Періп жүрсің ғой, айтсайшы, бізде бір перейік дейді. Сол кезде арман білгенін біліп қалады да. Бұл әшейін әңгіме енді деп болды енді арада деп. Детский қатын ба дейді. Детский қатын енді, бірақ жалатқызады ол дейді. Ешкімге айтпа дейді, балдар күліп жүрер үстіден дейді. Ой, жаңа айтады, Бек айтады, ол жалай малай берсе болды, жалай бересің, не ол деп қояды. Бір-біріне жасыр, сен де сондайсың ба деп. Екеуді жалатқаннан соң барып сосын арман Бек айтады, арман көтіңді қыссай дейді, болды ма. Жақсыңа бәле болады. Қоя сал ондай темаларды дейді. Үйіне бар да, ауылға бар да, әке-шешең қасында бол, ертең үйленетін жаман жүріске түспе, не жүрсі ол дейді. Арман оянады, сөйтіп барып. Сол күні кешке кіммен сөйлеседі? Людамен. Осылай болса келе алмаймын енді, болмай кетті мынау жаман. Люда дейді, дұрыс қой, сенікі жассың, мына өзің сияқты бір қызды тауып үйлен. Реніш жоқ, конечно дейді. Сөйтіп сол жерде не қылып қойып, арман мына жаман әдеттен арылып, жақсы қыз тауып, үйленіп, жақсы семьялы болады. Мен айтатын нәрсе, жігіттер, қыздар, жас кезде абай болыңыздар. Арнаға жазылып лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.